Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте ерекше, дәмі керемет болып шығатын сұлы жармасынан осындай әдемі котлеттер жасайтын боламыз. Дұрыс тамақтануда жүрген адамдар болса, осы котлетті міндетті түрде жасап көріңіздер. Жеп көрсеңіздер, бұл сұлы жармасынан істелгенін де білмей қаласыздар. Дәмі тура етпен жасалғандай әдемі болып тұрады. Балаларыңыздың сүйіп жейтін котлеттің бірі болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге сұлы жармасы керек. Сұлы жармасын 150 грамм алатын боламын. Бізге ұзақ қайнайтын түрі керек, тез қайнайтын түрін алмаңыздар. Осылайша осы сұлы жармасын бір мұздай сумен, салқын сумен жуып аламын. Бетіндегі жамандары болса кету керек. Осылайша осыны жуылып болғаннан кейін бетіне қайнап тұрған ыстық суымызды бетінен келетін еғіп құйып қоямын. Және де бетін жауып 15 минут көлеміне қойып қоямын. Сұлы жармасы бұқтырылып жатқан уақытта ішіне қосатын заттар дайындайтын боламыз. Яғни бізге асқабақ, пияз, картошка және кішкене сарымсақ керек болады. Осылардың бәрін теркіден өткіземіз. Сіздерде блендер болатын болса жақсы, яғни майда көзінен өткізіп әдемі болады. Осылайша біз осы картошкамызды әдемілеп үткіштен өткізіп аламыз. Және үткіштен бізде ұзын-ұзын болып өткеннен кейін бізге майда түрі керек. Осыны пышақтың көмегімен майдалап жібереміз. Осылайша барлығын өткізіп аламыз. Мінекей біздің сұлы жармамыз осылай бұқтырылып шықты, жұмсарды, яғни езіліп тұр. Осының үстіне жаңағын барлығын қосып араластырып аламыз. Яғни асқабағымызды, пиязымызды, картошкамызды, сарымсағымызды қосамыз. Осының үстіне дәміне қарай тұз, қара бұршымызды қосамыз. Үстіне және осындай сухари қосатын боламыз. Бір ас қасық қосып жібереміз. Бұл міндетті емес, бірақ қоспасаңыздар да болады. Осылайша бәрін жақсылап араластырып аламыз. Осы уақытта тапамызға майымызды құйып ысыта бастаймыз. Қолымызды кішкене сулап алып, осылайша кішкене алып, дөңгелетіп котлеттерімізді жасаймыз. Isып тұрған майымызға котлеттерімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Отымыз қатты ыстық болмау керек, қатты ыстықтан кішкене төмен болу керек. Осылайша барлығын қызарғанша екі бетін қуырып аламыз. Өз қалауыңызша сіз дұрыс тамақтануда жүрсеңіз, зәйтүн майын немесе гхи майын қолдансаңыздар болады. Осылай қып-қызыл болған кезде екінші бетін аударып шығамыз. Менің видеом сізге кішкене болса да ұнап жатса, пайдалы болып жатса, мені қолдап кетуіңізді сұранамын. Каналыма жазылып кетіңіз, лайк басып, комментарий қалдырып кетуіңізді сұраймын. Мінекей біздің осындай әдемі, дәмді болып шығатын, ерекше, балаларыңызға істеп берсеңіздер міндетті түрде ұнайтын, неден жасалған білмей қалатын осындай әдемі сұлы жармасынан котлеттеріміз дайын болды. Котлеттеріміздің ортасының бәрі толық піседі. Мінекей ортасындағы асқабағы, картошкасы бәрі толығымен піскен. Осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Алдағы уақытта жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыз.